Ассалаумағалеукүм достар, спорт мастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге бойды бір аптада өсіретін жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни сіздің бойыңызды бір аптада өсіретін әсерлі пайдалы жаттығуларды үй жағдайында жасап көрсететін боламын. Бұл жаттығулар сіздің бойыңызды тез арада бір аптада өсіретін болады. Сол үшін жаттығуларды қайталамас бұрын бойыңызды өлшеп алыңыз. Және осы жаттығулар қайталап болған соң бір аптадан соң бойыңызды өлшеңіз. Өзіңіз таңғалатын боласыз. Тек қана бұл жаттығуларды видеода көрсетілгенде подходта, видеода көрсетілгенде санда жасасаңыз болды. Мен бүгінгі видеода жаттығуларды техникасын бәрін жасап көрсететін боламын. Қателігін, яғни дұрыс жерін бәрін жасап көрсететін боламын. Тек қана жаттығуларды менімен бірге қайталасаңыздар болды. Және бір аптадан соң бойыңыздың өскенін өзіңіз байқайтын боласыз. Достар, жаттығулар өте әсерлі. Мен бұл жаттығуларды үй жағдайында жасап көрсететін боламын. Саған ешқандай құрал жабдық қажет емес, резинка ешқандай зат қажет емес, даже турникте қажет емес. Тек қана үй жағдайында орындайтын жаттығулар. Сол үшін менің еңбегім бағалап, каналға тіркеліп, лайкты басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және осы видеоны бой өсіре алмай жүрген достарыңа таратып кет. Оған да пайдасын тигізсін. Менің мына жақта Инстаграм парақшам мен ВК парақшам бар. Оған да тіркеліп, ояқта да сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беріп өтетін боламын. Бұл жауаптарды міндетті түрде қайталаңыздар және бойыңызды бір аптада өсіретін боласыздар. Маған сеніңіздер, өйткені бұл жауаптарды көп балалар қайталаған, оған да пайдасын тигізген. Және саған да міндетті түрде пайдасын тигізетін болады. Ал біз видеомызды бастаймыз. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm a mind my own business, all my feelings. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And goddamn,
away, then it comes back again. Damn, I guess you lost another friend. Talking about it like it's a goddamn choice. Keep on fucking talking, I'ma shut your voice. Cause I rock designer don't mean I'm Gucci. You would know if you fucking knew me. She said let him talk, it go right through me. I don't know if she said that truly. Hello, you don't gotta lie. And I know it's hard sometimes. How can they think that we don't try? Even though we tell them. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I tiptoe back to the darkness. I don't want this. What the fuck is it you not get? I don't really wanna talk it out. Yeah, how'd you really wanna walk it out? I'ma mind my own business, but my feelings slowly killing. They be drilling into my head. You don't wanna come in and see it. You don't. I used to say that I was blessed, but now I feel like I'm too stressed to live my life. I think it's over. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Мен бұл жаттығулар сіздерге жасап көрсеттім. Жаттығулар өте пайдалы. Яғни сіздер бұл жаттығуларды бір апта тоқтамай қайталасаңыздар, бойыңыздың өскенін, бойыңыздың ұзарғанын байқайтын боласыздар. Бұл жаттығулар өте пайдалы және әсер ететін жаттығулар. Жаттығулар жасамас бұрын бойыңның қанша екенін өлшеп ал. Сосын жаттығу жасап болған соң, бір аптадан соң өзің тексеретін боласың және бойыңның өскенін байқайтын боласыз. Бұл жаттығулар сіздің бойыңызды 200 см болса да өсіретін болады. Тек қана өзіңізге сеніңіздер, вообще тоқтамаңыздар. Ешкімнің айтқанын тыңдамаңыздар. Тек қана өзіңізге сеніп, бұл жаттығуларды қайталаңыздар. Достар, маған Инстаграм желісінде көп сұрақтар қойылады бой туралы. Мен осы жаттығуларды сол адамдарға арнадым. Яғни бой өсіре алмай жүрген адамдарға арнадым. Менің бойым 1,76, 1,77. Бұл жаттығуларды ұлдар да қыздар да жасаса болады. Бәріне пайдасын тигізеді. Үй жағдайында орындалатын жаттығулар. Видеода көрсетілгенде подходта, видеода көрсетілгенде санда қайталаңыз, және өзіңізге пайдасын тигізетін болады. Менің еңбегім бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңа таратып кет. Оларға да пайдасын тигізсін. Алда бұдан да пайдалы, бұдан да қызықты контенттер шығаратын боламын. Тек қана лайкты басып, комментарий жазып, менің еңбегімді бағалап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.